Саламатсыздар ма? Менің есімім Рауан. Және мен бүгін Python тіліндегі жалпы алгоритм былайша айтқанда цифрларды түсіндіретін боламын. Бүгінгі тақырып жалпы Python тіліндегі тізімдер, массивтер және функциялар. Осы үш циклда біз кішігірім шолу және кіріспесін түсіндіретін боламыз. Біріншісі ол тізім. Жалпы тізім Python тіліндегі деректер бір типі. Ол өз элементтерді реттік түрде сақтайды. Тізімдер ішінде әртүрлі бір деректер типтерін, мысалы сандар, жолдар, элементтер және тағы басқаларын қосуға болады. Жалпы тізім өзгермей болады. Яғни тізімдегі элементтерді өзгертуге, жойға немесе қосуға болады. Бұл мысалы тізім былайша айтқанда лист қой. Тізімге любой бір типтағы деректерді, элементтерді біз осы тізімге салғыламыз. Оның мысалдары. Жалпы тізім деген былай жазылады. Тізімнің аты беріледі. Аты любой бір ат, мысалы Рауан деп беруге болады, А деп беруге болады, Б деп беруге болады, тең болады. Төрт түсті жақшаны аламыз да соған жаза береміз. Және де әрбір элементті үтірімен жазамыз. Мысалы және де элемент жазғанда екі мынандай жақша алу керек. Біріншісі Айбар, Айбек, Руслан, Алдияр, Асылбек деген 5 элемент алу. Былайша айтқанда элемент ол. Және де былай жаздым. Print деген жалпы біздің командамызда орындап шығарып беретін бір алгоритм. Мысалы print A деген біздің тізіміміздің аты, A0 және де A тізімнің жақшалары төрт бұрышты және 0 жазғанда ол бірінші элементін шығарады. Негізі информатикада любой бір зат, информатика тілінде, информатикада программирование тілдерінде любой бір зат индексі 0-дан болады. Ол 0-ден басталады. Индекс 0 ол Айбар деген зат шығарады. Айдар деген зат шығарып береді. Келесі print A-1 ол соңғы элемент шығарады. -1 айтып тұрғандай жалпы соңынан бастап бірінші элемент шығарады. Оғандай Асылбек элемент. Келесісі 2 және бөлу. Ол үшінші элементтен бастап барлық элементтерді шығарады. Ол қалай десеңіздер, мысалы 0, 1, 2. Ол екінші индекс, бірақ үшінші сөз. Былайша айтқанда біздің санағымыздың үшінші. Содан Руслан, Алдияр, Асылбектен шығарады. Келесісі бөлу және 3. Ол жерде үшінші элементке дейін үшінші элементті алғанда шығарады. Келесі 1, 2 бөлу және де 2. Екі қадамен әрбір екінші элементтерді шығарады. Мысалы 1 деген қай индекстен басталатынына, 2 деген қадамдар саны. Енді кішкене күрделілерге көшсек, мысалы біз жаңа бір элемент алдық, жаңа бір тізім алдық қой, тізімнің есімі S. Бұл жерде бір кішкене күрделі функцияларды қамтуға тырыстық. 2 бөлу 7. Ол не? 2-ден 6-ға шейінгі бір нені шығарады. 2-ден 6-ға шейінгі индекстер шығарады. 2 бөлу 7 бөлу 2 ол 2-ден 6-ға шейінгі 2 индекстен қадам жасап шығарады. Мысалы неге 7 деп тұр, бірақ неге 6-ға дейін десеңіздер, бізде 0-дан басталады да 7-ні орындамайды. 6 соңғы элемент болады былайша айтқанда. Келесі бөлу 4. Ол 4-ке дейін бөлу -3. Басынан бастап -3-ке дейін. Түсіндіңіздер ме? Келесісі -3 және бөлу ол -3-тен до конца. Былайша айтқанда. Келесі жалпы тізім сұрыптау. Python тілінде сұрыптау деген бар. Былайша айтқанда сорт. Бұл тізімде элементтердің белгілі бір тәртіпке келтіру, мысалы өзінің бір ережелерімен сұрыптап береді. Мысалы өз ретімен, өсу ретімен, кему ретімен деген ол. Мысалы көп мысалдар бар мұнда. Ең былайша айтқанда қалай айтсам болады? Нені қолдансақ, керектерін. Бірінші біз нам деген не енгіздік. Нам деген былайша айтқанда нам 5, 2, 9, 1, 7. Біріншісі біз просто сортты қолданамыз. Nam.sort. Бұл жерде біз осылай бір команда жазып, бұл команда просто біздің жауапта әдемі болсын деп арқылы сұрыпталған сандарды шығарып береді. Мысалы n-sort мына жерде не шығарады? Тізімді жалпы
орында сыныптайды, орнында сыныптайды. Мысалы өсіп келе жатқан ретпен, мысалы мында бізде 5 2 9 1 7 болды ғой, бізде 1 2 5 5 7 9 деп шығады. Келесі мысалы нені жауап бар, қарасаңыздар. Келесі кему ретімен реверс. Кему реті ол наоборот, мысалы 9 7 5 2 1 дегенде ғой. Үшіншісі сортед. Бір жаңа сұрыпталған тізімді қайтарып береді. Мысалы сортед арқылы бір тізім жазамыз. Мысалы сортед нам деген бар, сортед нам. Бір жаңа тізім береміз. Осы тізімге айтсам болады. Біздің тізіміміз бар. Жаңа ол тізімді жаңа тізім қылып сұрыптап береді. Түсінікті ме? Келесі сортед қандай? Сортед реверс through, кему ретімен жаңа тізім шығарып береді. Тоже сондай. Мысалы біз жаңа тізімге кему ретімен жаңа бір тізімді ашып береді. Және де оған біз ат береміз. Қандай ат бердік? Сортед desk деген. Келесі тақырып ол деген массив. Жалпы массив ол тоже кішкене тізімге жатады, бірақ басқаша түрде. Бұл бірдей типтегі элементтерді бір сақтайды, бір қоржын. Ол почти бесконечный. Былайша айтқанда көптеген айнымаларды сақтай аламыз оған. Любой бір деректерді бірақ бір типте болу керек. Және де массивтер бірден бірнеше мәндерді сақтауға мүмкіндік береді. Бұл өзіміздің фантазиямызға және біздің керектігімізге қарай. Және оны өзімізді қалай қолданамыз, мысалы қандай элементтерді қолданамыз, ол өзіміз білеміз. Түсіндірілді ме? Келесі, то есть осы массивтің несі қалай айтсам болады? Функциялар болады. Мысалы а тең болады, осы массив жазамыз біз. Және де мұнда а тең болады append 4 дейміз. Ол нені атқарады көресіздер? Ол тізімнің соңында элемент қосу. Append деген қосу деген сөз. Extend деген басқа элементтен, то есть басқа тізімнен элементті қосу. Элементтер либо элемент қосу. Insert деген бір индекске insert деймізде екі сан жазамыз. Біріншісі біз қай индекске қойғымыз келеді. Мысалы бізде 1 2 3 4 5 деген массивіміз бар. Және де insert 1-10 десек, біз дейтін екінші сан қылып 10 санын қоямыз. Мысалы бізде бірінші элемент деген ол, то есть индекс 1 деген біз 0 1 ғой, екінші элемент қой. Солай біз 10 санын қоямыз. Remove деген remove деп және біз керек емес бір сан жазсақ, мысалы мына бізде 10 сан енгіздік. Remove 10 десек, сол 10 санын тізімнен жойып тастайды. Массивтен удай етіп тастайды былайша айтқанда. Pop деген соңғы элементті алып тастайды. Мысалы бізде соңғы элемент 5 қой, 5 элементін просто алып тастайды. Clear pop 1 десең, ол біздің таңдаған индекс бойынша, мысалы индекс бойынша қай элемент тұрады, сол элемент алып. Мысалы pop 1 десек, бірінші индексте екі деген сан тұр, оны алып тастаймыз. Clear деген бәйлі, былайша айтқанда кілем тазалау деген бәйлі элементтерді өшіріп тастайды. Мысалы массив пустой болады. Келесі индекс. Ол мысалы 5 элементтің индексін қайтарып береді. Былайша айтқанда. Келесі count. Count 2 десек, элементтің екінші элемент санын қайтарып береді. Sort десек, мана айтқан сортировка жасайық, reverse десек, элементтердің орнын кері қайтарып. Мысалы 1 2 4 5 емес, a reserve осы жақшаны қойсақ 5 4 3 2 1 деп шығарады. Бұл бір өлшемді массив. Бір өлшемді массив ол бір қатардан орналасқан бір типті деректер жиыны. Жалпы екі типке бөлінеді. Екі өлшемді массив және бір өлшемді массив. Ол бір өлшемді, біріншісі бір өлшемді массив дейміз. Ол тек бір қатарда, мысалы бесконечный сандарды жаза бермейді, бірақ бір қатарда болады. Мысалы, мана мысалы біз қолданған массивтерді ол бір өлшемді. Дәл солай, осы манаға нелерді қамтимыз. Қалай айтсам болады? Манаға функцияларды. Дәл солай, манаға numbers деген мысалы массив бердік. Ол простой массив бір өлшемді. Любой бір зат қолданамыз, мысалы не қолданымыз керек? Просто numbers деп жазамыз. Ол біз массивті полный шығарып береді. Мысалы массивте бізде 10, 20, 30, 40, 50 деген сандар бар, солар шығарып береді. Келесі numbers 0 дейміз. Ол нені шығарады? Ол деген нені шығарады? Бірінші элемент шығарады. Ол 0 деген 0 бірінші индекс, бірінші сан ғой. Келесі numbers -1 ол нені шығарады? Ол дейтін соңғы элемент шығарады. -1-ден соңына санағанда бірінші элемент қой. Және де барлық элементтерді цикл арқылы шығару ол for num in numbers print num деген жалпы бұл жерде біздің массивтегі сандарымыз айтып тұр. Сандарымызды просто шығарып береді. Мысалы элементтерді жазып 10, 20, 30, 40 дейді.
ең қызықтарының бірі бұл элементтер саны. Len деген жалпы len деген функция бар. Ол любой бір циклда қанша сан бар екенін санап береді. Мысалы len numbers біз массивінде numbers қой. Len numbers десек біз numbers массивындағы неше сан бар екенін шығарамыз. Мысалы біз былай жаздық. Print дедік, өйткені біз нені орындауымыз керекпіз, бір циклды орындауымыз керек. Қара экранға шығару үшін. Print екі жақса, чтоб біздің жазған затымыз келесі экранға шығу үшін. Элемент саны екі нүкте және осы жақшаны жауып өтір қоямыз. И len numbers дейміз. Len деген қанша сан бар екенін шығарады. Бізде қалай шығады? Элементтер саны 5 деп шығады. Дәл солай. Мысалы бізде қанша? 1, 2, 3, 4, 5. Элементтер өзгерту. Numbers 2 тең ба 9 десек, өзі біз элементтерді өзгертеміз. Мысалы 2 деген біздің ол үшінші сан болады. 0, 1, 2. Индекспен санаймыз. 0-ші индекс, 1-ші индекс, 2-ші индекс, 30 сан, 99 сан өзгертеді. Өзгертілген массивтер numbers жазғанда 10, 20, 39, 40 деген шығады. Жалпы қысқаша шолу осы. Назарларыңызға рахмет.